Ассалаумалейкум достар. Бүгінгі видеода біздер машинаның видео регистраторын қалай қондыру керек екенін үйренетін боламыз. Жалпы машинада регистратор, антирадар, болмаса телефонның зарядкасы болған жағдайда проводтары салақтап, сондай бір не болғанын мен көп ұната бермеймін өз басым. Сондықтан қалай дұрыс қондыру керек екенін осы видеода көретін боламыз. Регистратор, ешқандай экран, ештеңесі жоқ. Мына жағында флешка, зарядка. Мына жағында бір кнопкасы бар. Бұның бір артықшылығы, экран болмағандықтан компактный, айнаның артында білінбей тұрады. Ал басқару настройкасының барлығы телефон арқылы жүргізіледі. Комплектте бізде USB шнур бар, және де мынандай зарядка бар. Енді осыны қалай дұрыс қондырамыз? Прикуритлдің өзіне салмай, проводтарын шашып, салақтатпай дұрыс қондыру үшін бұны менің қазір машинаның бір жеріне тығып қойғым келіп тұр, проводтарын барлықтарын. Кейбіреулер ойлайды, мысалға мынаны прикуритлді алып тастап, зарядканың өзін салып, тек қана зарядканың өзін салып, мына жерден қиып тастап, плюс пен минусқа жалғау болады деп ойлайды. Олай жалғауға болатындар да бар, бірақ та ол өте қауіпті. Неге? Себебі мына регистратордың өзі 12 вольтқа жұмыс істейтіндер бар, және де 5 вольтқа жұмыс істейтіндер бар. Сол үшін оны білу үшін мысалы артынан қараймыз. Мына жерде бізде жазылып тұр 5 вольтпен жұмыс істейді деп. Қазір көріне ме, көрінбей ме, мен білмеймін. Мына регистратор 5 вольтпен жұмыс істейді, ал машинада біз білетіндей ол 12 вольтпен жұмыс істегендіктен бұлай прямой ешқашан жалғауға болмайды. Міндетті түрде мына прикуритель арқылы жалғауға керек болады. Тілді машинаның прикурителіне салмай-ақ машинаның төменгі жағына тығып қою үшін оған біз питание беру керек. Питание беру үшін біз минуттерге бұған тоқтарны қазір пайкілеп қоямыз, дайындап. Екі жағындағы контакт бұл минусовой контакт, біреуіне жалғаса да бола береді. Ал ортасындағы контакт ол плюсовой контакт. Қазір мен жалғап қоям пайкілеп. Мінекей осылай мына минусқа бір провод жалғадым. Мына жаққа жалғамаса да бола береді. Мынаған да жалғауады, мынаған да жалғауады. Разница жоқ. Және де плюсқа бір провод жалғадым. Енді осы жерде мен қазір түгелдей изолентамен орап тастаймын. Прикурителіміз енді дайын. Енді машинаға салып қондыру керек болады. Енді машинаға қою үшін регистраторды мына айнаның артына қоятын болсам, проводты мен бұлай өткізіп, мына жерден өткізіп, мына арка арқылы төмен қарай түсіру керек. Ол үшін қазір мен мына стойкасын шешем. Мына жерін пластикті проводты бұлай өткізіп дайындап қоям. Бізге мына прикурительді жалғау керек болады. Екі проводтың плюсқа және минусқа жалғау керек. Минус бізде жасыл провод. Минус түсінікті, енді ол кез келген массаға болмаса кузовқа беруге болады. Ал плюсті бізге көк проводқа плюс беру керек болады. Егер мен қазір плюс постоянно беріп қойсам, онда менің регистраторым постоянно жұмыс істеп тұрады. Машина өшіп тұрсын, машина оталып тұрса да жұмыс істеп тұрады. Сондықтан мен бұл плюсті замок зажиганиядан болмаса аксессуар, яғни АЦТ-дан берем. Бұл көлік ваз болғандықтан бұда аксессуар деген функция жоқ, яғни кілтте. Сондықтан замок зажиганиядан беретін боламыз. Замок зажиганиядан келетін плюсті қайдан табамыз біз? Ол үшін бізге керек біздің контролькамыз. Сонымен мен зажиганияның келетін плюсті қайдан таптым? Мына проводта, мен қазір талып тұрған проводта зажиганиядан келіп тұр. Оны именно зажиганиядан келіп тұрғанын қайдан білем? Мысалы, қазір мен қарап тұрмын. Міне.
Мұнда қазір ештеңе жоқ міне. Бізде тек қана мында минус көрсетіп тұр бір шамалы. Қазір енді мен зажигание қосам. Зажигание қостым. Енді газ қараймын. Бізде плюс келіп тұр, қызыл жанып тұр. Ол зажигание ашқанда келетін плюс деген сөз. Енді қазір зажигание өшірсем, ол кетіп қалады кері. Зажигание өшірдім. Міне, мұнда қазір бізде плюс кетіп қалды. Демек, бұл провод бізде зажигание келетін провод. Зажигание келетін плюс. Енді біз минусты жалғай саламыз. Минусты корпустан, минустан алуға болады. Мінекей достар, прекордилді осылай жалғап қойдым. Плюсті плюске, минусты минуске жалғадым. Енді қазір бір тексереміз. Зажигание ашам. Бізде регистратор қосылды. Регистраторды орнына қойдық. Енді звонок зажигание ашамыз. Начинает запись. Регистратор қосылды. Бұл енді настройкасының барлығын қалай настройка жасау керек, телефон арқылы көрсететін болады. Wi-Fi арқылы жұмыс істейді бұл регистратор. Келтіруге болады состояние карты памяти, форматирование. Дәл осылай міне настройкасын келтіруге болады. Егер видеоны мысалы көшіру керек болса, телефонға галереяны басып, мына жерде бізде видеолар тұрады мысалы. Қандай жалған видеолар. Қосып қарауға болады. Көшіруге болады. Мінекей. Осылай қарауға болады видеоларды. Качествосы енді жаман емес. Жақсы.